біз көбіне жаңа Өзбекстан боксшыларын айтып жатырмыз ғой, кеше Бахадүр келді және көп жаңа әлеуметтік желіні қарап отырамыз. Бахадүр өзбекше сөйледі, өз тілін өте қатты құрметтейді екен деген пікірлерді көреміз. Бірақ негізі сіздерді орысша сұрақ қойса да қазақша жауап бересіз. Және мен ана жаттығу өтетін күні қашып жүрсіз ғой. Қазір маған басқа тілде сұрақ қойып қойма деген сияқты. Тағы айтып берсеңіздер. Кешеде ашық жаттығуда екі орыс жігіттер келді. Жаңағыдай мен айттым оларға, мен орысша білмеймін дедім. Негізі орысшаны түсінемін. Иә. Бірақ орысша сөйлегім келмейді енді. Қазақстан бәрі қазақ болған екен, қазақша сөйлеу керек. Ол өзінің ана тіліміз. Сөйтіп жаңағы екі орыс жігіт келді, орысша сөйлеп жатыр. Сұхбат бересіз ба деп жатыр, мен бермеймін деп жатырмын. Не надо? Я русский не знаю деп қоямын ғой. Сөйтіп орысша айтып жатыр екен ғой, сөйтіп сен біліп тұрсың дегендей қылады. Мен айттым, айтпаймын дедім. Өйткені сұрақ қоятын болсаңыздар қазақша қойыңыздар дедім. Бірақ та қазақша қойып жатыр. Сосын қана жауап бердім. Сіздермен бірге сұхбат бізбен келді, бірге қазақ тілінде жауап берді. Мен айтқым келгені тек қана Бахадүр емес, Төрехан да, Махмұт та қазақша сөйледі, Батыр да, Сұлтан да қазақша, және Жәнібек Әлімхан өмір бойы қай елде жүрсін, қай жерде жүрсін, мемлекеттік тілде жауап береді. Ана тіліне құрметі ерекше. Яғни сіздер рингте тек жаңа титул үшін немесе бір атақ үшін ғана емес, мемлекеттік тіл үшін де күресіп жүрсіздер. Оған да рахмет үлкен.